қазағым. Қытайдағы қаржылық экономикалық жағдай күннен күнге ушығып бара жатыр. Қытай банктерінде халыққа беретін ақша жоқ. Өзінің банкке салған ақшасын өз ала алмаған Қытайдың халқы енді ереуілге шығып, сотқа жүгінуге мәжбүр болып тұр. Ресейдің Украинадағы зұлымдық соғысы туралы халықарада тың өзгерістер болып жатыр. Англияның құрлық армиясының қолбасшысы Англия құрлық армиясына соғысқа қатысуға дайын болу керектігі туралы хабар таратты. Ал шын мәнінде Англия осы жолғы соғысқа қатыса ма? Қытай мен орыстың ортасындағы қаржылық істестік күннен күнге артып бара жатыр. Дәл қазір Қытайдың Ресейден сатып алатын шикі мұнайы 55%-ға артып кетті. Ресейдің мұнайын батыстықтар алғаннан қорқа бастап, енді біртіндеп тиіла бастаған тұста, Қытайдың Ресейден жан таласа шикі мұнай кіргізуі, бұл Ресей мен Қытайдың жоғарғы басшылығының өзара селбестігі туралы меморандумның дәл қазір экономикалық финанстық жақтан көрініс табуы деп ойлауға болады. Ал Қытайдың жан таласып Ресей мұнайын алуы Американың наразылығын тудырып отыр. Ендеше Қытай мен Ресейдің ортасындағы бұндай одақтастықтың соңы Қытайдың да санкцияға ілінуіне апарама. Америка Қытайға деген қатаң саясатын ары қарай тіпті де қатаңдастыра ма, жоқ Қытайды алдап сулап өзіне тартып, Ресейді оқшаулау саясатын жүргізте ма? Бұл туралы сіздерге осы алдағы жарты сағат ішінде кеңінен саяси сараптама жасаймыз. Ал қалың елім қазағым, біздің лекциямызды тыңдап отырсаңыздар, бөлісіп таратқанды ұмытпаңыздар. Міне июньнің 18-і өтіп кеткен кез, тұп-тура осыдан бір жыл бұрын атақты үтіп оқиғасы деген оқиғаның болғандығының бір жылдығы. Атақты үтіп оқиғасы дегеніміз не? 12.000 видео жүктелген Атажұрт Қазақ Human Rights деген үтіп каналы, яғни біздің каналымыздың көрілімі 120 миллионнан артқанына қарамастан, және оның ішінде 12.000 зарлаған, жылаған қазақтардың видеосының сақталғанына қарамастан, бірақ түнде ескертусіз былтыр жаңа ераның 2021 жылдың 15 июнінде каналымызды басы бүтін өшіріп тастаған. Уақытша жазалау емес, ескерту беру емес, көрінбей қоятын емес, басы бүтін жойып жіберген. Ал содан бүкіл дүние жүзі дүрк көтеріледі. Мен мықты емеспін, Байденнің жиені, немесе тағы басқа бір халықаралық қандайда бір саяси күштердің қолдауында емеспін. Алдыда бүкіл дүние жүзінің медиасы 12.000 видео қайда. Бұл видеолар Қытайда құқы тапталған қазақтардың тақырыбын көтерген үшін үтіпке жаққай қалды ма деп шу-шұрқан көтеріп, 3 күннің ішінде өтіп кешірім сұрап, сол видеоларды тура бәз баяғы қалпына қайтарып берді. Сөйтсе, 2018 жылы біздің каналымызға жүктелген 6 видео заңға қайшы екенmiş. 2018, 2019, 2020, 2021 4 жыл араға салғаннан кейін байқап қапты. Сосын бұл туралы ғылыми IT технологиялық сайттар менен журналдарға дейін жазды. Магазин деп ағылшынша кетіп барам ғой. Журналдарға дейін жазды. Ал бұл мәселе нені білдіреді? Қытайдың қолы ұзын екендігін, мынау батыстың әлем желісінің барлығы дерлік Қытайдың меңгеруінде екендігін. Кем дегенде сол заманда біз бүкіл дүние жүзіне әшкерелеп тастағандай, бұл әлем желілердің ішінде бір топ команда Қытай Коммунистік партиясы үшін жұмыс істейтіндігін көрсетіп отыр. Біз бұны сол заманда әшкерелеп тастағанбыз. Сондықтан өткенде біз эксперимент жасадық. Facebook, Twitter және осы үтіпте 20 адам WhatsApp'та группа құрдық. 20 адамға комментарий жазғыздық. Маған тек екеу көрінеді. Әркімнің жазған комментарий өзіне көрінеді. Әрқайсы тек 3 адам, 4 адамды көреді. Әрқайсы тіпті ең ұзақ дегені, ең көп дегені 5 адамды көреді. Қалғаны көрінбейді. Менің өзіме тек 2 адам көрінеді.
Ал олар менің безбук парақшамды аша алмайды. Ал кез келген басқа да, мейлі шетелде болсын, мейлі Қазақстан. Олардың парақшасы зыр етіп ашылып тұр. Ал менің парақшам оның лентасынан көрінбейді. Менің достығым да бар. Тек сол парақшаны ашса, іздеп жүріп ашса, оның өзі айланып тұрып болады. Қазақша айтқан кезде бие сауым уақыт, одан ары сүт пісірім уақыт, одан ары ет асым уақыт. Бітті. Жоқ, ашылмайды. Жалығып қойып қояды. Ал ашқандарының өзі 20 адам толық маған комментарий жазады, маған көрінетін екеу-ақ. Өздеріне 4-5 болып көрінеді. Өздеріне көрінеді. Әркімнің өз комментарий өзіне көрінеді, және басқа өзінен басқа 4-5 адамды көрінеді. Ал маған тек екеу көрінеді. Демек, өткенде біз үлкен IT мамандармен сөйлестік. Бұл қандай технология? Мені шектеген емес, басы бүтін жойған емес, тидау салған емес, бірақ осылай қылып тастады. Міне бұны IT технологияда платформның арт жағындағы контролдау дейді. Алгоритмді арнайы өзгертеді, бізді жаңағы сүйкімсіз адамдардың тізімдігіне енгізіп қойған. Сөйтетте бізге жазылған комментарийлар есептелінбейді. 100 комментарий жазылса, 5-6 ғана көрінеді. Мысалы 20 комментарийден 2 көрінген сияқты. Ал тіпті безбук тіпті елдің лентасынан шықпайды. Достығымда бар болса да лентасынан шықпайды. Іздеп жүріп ашқанда айланып тұрып алады. Бұның бәрі контролданған, яғни жаңағы өшіре, қудалай, мысалы безбук әр жол өшірген сайын халықаралық ақпаратта дүр өткіземіз. Өтіп былтыр өшіріп еді, халықарада масқара болып кешірім сұрады. Енді олар сол көрілімін азайту үшін осындай технология қолданып отыр. Неге? Жаңағы балғасы күшті болса, киіз қазық жерге кіреді деген ана тапсырыс беруші, ана шытырлаған қызыл юанды төлеушінің әмірі күшті болып тұр. Енді олар қайтеді, көрілімді азайту мәселесін өстіп қолға алғысы келеді. Сөйтіп, міне бізді батыстың өзінде, мынау демократия салтанат құрған, сөз еркіндігі бар, адамды құқық салтанат құрды дейтін батыстың өзінде, мынау жекеменшік компаниялар үтіп, безбук, Twitter дегеннің, міне Twitter'ың бізді мүмкін 20 әлде 30 есімізде жоқ. Бұғаттады. Қаншама туыс-туғаны қамалған қазақтар Twitter'ге көшіңдер дегенді бұғаттады. Енді безбуктен бізді, міне безбуктың өзінен бір 20 мәрте бұғаттады. Бұғаттап жүр. Тіпті былтыр Нью-Йоркта су жаңа телефон, су жаңа сим-карт, Серікжан Біләш деп латын жазуыменен, атымменен тіркелгенде бір пост, бір лайк баспай тұрған су жаңа аккаунт латын жазуында жарты сағатта бұғатталып қалды. Жарты сағатта, ештеңке жазбастан су жаңа телефон. Жарты сағатта бұғатталып қалды. Міне, осыдан ақ білуге болады, Серікжан Біләш деген атаудың, Серікжан Біләш деген осы ұғымның, осы Серікжан Біләш өкілдік еткен нағыз ата жұрттың Қытай үшін қаншалықты қауіпті және осы батыста өмір сүріп отырған, шын мәнінде бетіне 1000 түрлі маска киіп алып, ал түп мақсатында Қытай үшін жұмыс істеп отырған қаншама ұйымдар, топтар бар. Оның кейбіреулерін айтсақ, тіпті сенбейсіздер. Олар тіпті аузында Қытайға қарсы урандар тастап қойғанменен шын мәнде Қытайдан миллиондаған ақша алып, және Қытайға қарсы тұруды, шын өтірік қарсы тұруды, және Қытайға қолайлы, Қытайға пайдалы түрде қарсы тұруды бизнеске айналдырып, содан ақша жасап отырғандардың сайттар ешқашан шектелмейді. Олар сол айғайлап жүре береді, бірақ олар бұдан $1 миллион ақша жасап отыр. Олар бір ғана, екі ғана адамдар емес, және бұлардың айналасында осы бизнесті айналдырып отырған неше түрлі адамдар бар. Крест асқандар да бар, таза батыстық адамдар да бар. Қысқасы міне. Яғни бұл жерде адамзаттың бір нәрсесін сіздерге айтайық. Батыс мүлткісіз емес, бірақ ода мүлткісіз заң бар. О жерде адамдар максимал деңгейде демократияның тесік-тесік жолдарынан пайдаланып, өздерінің арам мақсаттарын іске асырады. Мысалы, батыста еркіндік демократияның шексіздігі соншалық, Қытайға қарсы ереуіл өткізіп жатқандарға Қытайды жақтайтындар келіп ереуілін бұлықтырып кетеді. Міне, демократия ма? Демократия. Оның Қытайды жақтауына да рұқсат, ананың Қытайға қарсы тұруына да рұқсат.